Қайырлы күн, қадірменді жыр сүйер қауым. Ақпан айы ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың дүниеге келген айы. Тума талант бұл күнде өмірден өтсе де, барша қазақтың жүрегінде берік орныққан. Ақынмын деп мен қалай айта аламын, халқымның өз айтқанын қайталадым. Күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіме қайтарамын деп, жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырлары мен қалың көпшіліктің махаббатына бөленген Мұқағали Мақатаевтың поэзиясына арналған Мұқағали мәңгілік ғұмыр атты тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер. Бүгін менің туған күнім ой-пәлей. Мына адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірдің бір жарытпай-ақ қойған-ай деп қамықса, бүгінде қазақ елі ақын ұлының өмірден кеткен есесін толтырып, Асқар-Тау кең даласында ұлан-асыр той жасап, ақын рухына тағзым етуді өзінің перзенттік борышы деп біледі. Сырым да осы, жырым да осы алдыңда. Байқашы бір, бықсыдым ба, жандым ба. Мақандар жақ, мақандардың сарқыты, Мұқағали Мақатаев бар мұнда деп. Бір күндік сәуледе ағып өткен қазақ жырының шоқ жұлдызы Мұқағали Мақатаев бүгін 90 жасқа толып отыр. Олай болса, ақынның өмір жолы мен шығармаларына көз жүгіртіп өтсек, Мұқағали Мақатаев 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Нарынкөл ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Әкесі Сүлеймен осы өңірде алғаш колхоз құрып, осы шаруашылықты басқарушылардың бірі болатын. Зәңгірі көк тіреген көгілдір шыңдар, шырайлы шалғынды шәлкөденің баурауы, мөлдір күміс шашқан тұма суының сыбдыры бала Мұқағалидың ойын әлдилеп, қиялына қанат бітірген алтын бесігі еді. Ақиық ақын басың мұз жапқан, етегін қар жапқан, асқақта биік шыңды Хан Тәңірі тауының бөктеріндегі шалкөде жайлауымен ұштасқан Қарасаз атты табиғаты сұлу мекенде өмірге келген екен. Бірақ балалықтың бұлтсыз күндерін тағдыр өзі қызғанғандай зұлмат соғыс тақсіреті Мақатаевтар әулетінің шаңырағын шайқалтып кетті. Әкесі соғыста ерлікпен қаза тауып, шешесі Нағиман үш ұлы мен жесірлік тауқыметін тартып қалады. Балдай тәтті балалық шағы жаралы жылдарға дәл келген өз тұстары тәрізді болашақ ақын да ерте есейіп, арба айдап, соқа тартып, шөп шауып, масақ терді. Бәрі есімде, мекен-жай тұрағымда, тегесте жоқ, күлдім бе, жыладым ба, балалық шақ жармасып жүретұғын, өгіз жеккен соққаның құлағында, қарсы жауға бізді шықтық түренмен, аңыздардан тере жүре мақсатты, рас көзімізден жасақты, бірақ сол бір дауыл жылдар, от жылдар, бәріміздің бір батыр жасапты. Майдандағы әкеме оқ жібердім, айырбастап күлшемді қорғасынға. Қалай тауып ащы айтылған, уақыт қанша қатал болғанымен жас жүрек қайсарлық отын жоғалтпады. Сөйтіп Мұқағали еңбекке ерте араласты. Орта мектепті бітірген соң ауылдық кеңестің хатшысы, Қызыл отау меңгерушісі, комсомол комитетінде болып, 1949 жылы Лашын апамызбен отауын құрды. Дүниеге Алмагүл, Шолпан атты екі қыз, Айбар, Жұлдыз атты ұлдары келді. Майгүл есімді қызы 10 жасында қазаға ұшырап, Мұқағали атамыздың қабырғасын қайыстырды. Одан кейін Қазақ радиосында диктор болып қызмет атқарды. 1962-1967 жылдарда Социалистік Қазақстан, Қазақ әдебиеті газеттерінде, Мәдениет және тұрмыс, Жұлдыз журналдарында бөлім меңгерушісі болып, Жазушылар одағы поэзия бөлімінің жастар жөніндегі кеңес қызметін атқарды. Поэзия әлеміне жарық жұлдыздай сәуле шашып, айрықша із қалдырған Мұқағали күллі қазақ халқының мақтанышы. Сондықтан да
өлсе өлер Мұқағали, өлтіре алмас алайда өлеңді ешкім деп адамның ішкі жан дүниесінің нәзік сезімін, оның күшті құштарлығын шынайы да әсем бейнелей білген ақын өлеңдері мәңгілік қазына. Ақынның тұңғыш өлеңі 1948 жылы Нарынқол аудандық советтік шекара газетінде жарық көрді. Көптеген жинақтарын оқырман қауымға ұсынды. Ильич, армысыңдар достар, қарлығашым келдің бе, Мавр, аққулар ұйықтағанда, шауқым менің, дариға жүрек. Ақынның аманат жыр жинағы 2000 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Бүгінде ақынның 13 кітабы бойынша 1834 өлеңі, 19 поэмасы бар екені анықталды. Ақынның шығармалары негізінен елге, туған халқына деген құштарлығын жырлауға арналған. Көптеген өлеңдеріне әнде шығарылған. Дантеннің, Шекспирдің шығармаларын қазақ тіліне аударған ақиық ақынымыз 1976 жылы 27 наурызда өмірден өтті. Бар болғаны 45 өмір сүрген Мұқағали Мақатаев ақынның жырламаған тақырыбы жоқ. Қай өлеңін оқысаңызды 62 тамырыңды тулатпай, жаңырыңды сулатпай қоймайды. Өлең өлмейді, ендеше оны жазған ақында өлмейді. Олай болса, Мұқағали Мақатаев та көз жұмған жоқ. Қатарымызда, күнбе-күн қасымызда. Әне, ол мұзбалық қыранша дүр сілкініп, бүкіл залды тебірентіп, жарық маңдайы жарқырап, жарқылдап жыр оқып тұр деген еді ақын Әбділда Тәжібаев. Олай болса, ақынның өлеңдеріне кезек берейік. Мұқағали Мақатаев, өкінбеймін. Өшемдеп, өкінбеймін, жыламаймын. Жыласам да жұбат деп сұрамаймын. Қыранның құдіретін қимасаңдар, қайтайын, тағдырын бер құралайдың. Тағдырын бер, тағдырын құралайдың. Қашан атып алғанша құламайын, сусындатып топ-тұнық таубылақ жанарымда жайнаған тұнадайдың. Сайраңдаймын, сайларда қырдасамын. Сыңсыған ну орманмен сырласамын. Қарауылға іліксем ілгейін, құзғынға ұқсап келмейді мың жасағым. Өшемдеп, өкінбеймін, қайғырмаймын. Өткен өшті енді оған қайрылмаймын. Қыранда, құралайда болмағымен, атымнан адам қойған айрылмаймын. Арпалысып жүргенде өмірімнен, қай-қайдаға әкетпес көңіл деген. Өлсем өлем, өзімнің жерімде мен, қалсам қалам, өзімнің елімде мен. Жыламаймын, сондықтан көңілденем. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кей кезде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы отал менен. Не сыйлайды, не береді келер күн. Неде болса тірі тұрсам көрермін. Желідегі құлынымын мен елдің, көгендегі қозысымын мен елдің. Не сыйласын, несін берсін ел маған. Тұрсақ екен елім деман, мен деман. Таулар менің таусылмайтын бақытым. Ал ырысым, ұлан ғайыр кең далам. Не істемекпін алтын гауһар жақұтты. Оларды іздеп өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сірәда. Туған елім болса екен бақытты. Дәнеңе де сыйламасын келер күн. Сый көрмей-ақ суалармын, сөнермін. Туған елім тұғырында тұрса екен. Әрі қарай көрермін. Жүзімізде өзіңе тән шат барлық, ақтарылды шумақтала ақсандық.
артыңда қалған сенің ұрпағың есіміңді ардақтайды мақтанғып дей келе, бүгінгі Мұқағали мәңгілік ғұмыр атты Мұқағали Мақатаев поэзиясына арналған тәрбие сағатымыз аяқталды. Ақын мұрасы маржан поэзиясы, мәңгілік болашақ ұрпақтың еншісі, қастерлеп қадірлейтін қазынасы.